Саламатсыздар ма, 11-ші сынып оқушылары? Біз Қазақстан тарихы пәнінен 2-ші тоқсан бойынша жиынтық бақылау тапсырмасын талдайтын боламыз. ТЖБ бізге 5 тапсырма берілген. Бірінші тапсырмасы: Қазақстанның этникалық құрамының өзгеру үрдісіне қатысы бар ұғымдардың мағынасын түсіндіруіміз керек. Бізге бұл жерде 5 ұғым берілген. Бірінші аграрлық саясат, екінші көші-қон саясаты, үшінші моноэтностық құрам, төртінші халықтар депортациясы, бесінші интернационализм. Осы 5 ұғымның мағынасын жазуымыз керек. Екінші тапсырма: дерек көздерді пайдалана отырып, Қазақстанда халықтың этникалық құрамының өзгеру кезеңдерін зерттеуіміз керек. Яғни бізге А, В, С 3 дерек көзі берілген. Сол дерек көзін пайдалана отырып мына кестені толтыруымыз керек. Бірінші бағанға тарихи оқиғалар, екінші бағанға себептерін, үшіншісіне салдарын жазуымыз керек. Үшінші тапсырма: Қазақстан Республикасы көші-қон саясатының 2017-2021 жылдарға арналған тұжырымдамасына сүйене отырып, көші-қон саясатының негізгі бағыттарын түсіндіріп, мысал келтіруіміз керек. Яғни 3 бағытын жазып, соған 3 мысал келтіруіміз керек. Төртінші тапсырма: берілген ақпаратты және өз біліміңізді қолданып, ұлтаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық үлгісін бағалауымыз керек. Бұл жерде саясаттың артықшылықтары мен саясаттың кемшіліктерін жазуымыз керек. Сонымен қатар қорытынды ой жазуымыз керек. Бесінші тапсырма: Қазақстан халқы ассамблеясының рөлін сипаттап, ойды жалғастыруымыз керек. Осы бізге 5 тапсырма берілген. Осы 5 тапсырманы талдайтын боламыз. Ал оқушылар, біз бірінші тапсырма бойынша Қазақстанның этникалық құрамының өзгеру үрдісіне қатысы бар ұғымдардың мағынасын түсіндіріп жазуымыз керек. Бізге 5 ұғым берілген. Соның біріншісі аграрлық саясат. Мағынасы: ауыл шаруашылығы мен бүкіл аграрлық өнеркәсіптік комплексті әлеуметтік экономикалық тұрғыда ұдайы дамытуды қамтамасыз ететін шаралар жиынтығы. Екінші, көші-қон саясаты. Адамдардың тұрғылықты мекенінен әртүрлі себептермен басқа жерге қоныс аударуы, көшіп қонуы. Үшінші, моноэтностық құрам. Этностық тарихи қалыптасқан этникалық аумағында құрылған және оның егемендігін іске асыратын мемлекет. Төртінші, халықтар депортациясы. Мағынасы: мемлекеттен тұлғаны мәжбүрлеп шығаруды халықтар депортациясы дейміз. Бесіншісі, интернационализм. Елдің халықаралық ынтымағы, барлық ұлттардың теңдігін мойындау интернационализм деп атайды екенбіз. Осылай бірінші тапсырманы талдау жасап жазып қойсаңыздар болады. Ендігі бізге берілген екінші тапсырма: дерек көздерді пайдалана отырып, Қазақстанда халықтың этникалық құрамының өзгеру кезеңдерін зерттеуіміз керек. Бізге бұл жерде 3 дерек көзі берілген. Сол 3 дерек көзін жақсылап оқып шығып, түсініп алып, содан кейін барып астындағы кестеге тарихи оқиғалар, себептер, салдары бойынша бағанға бөліп жазуымыз керек. Бұл жерде бірінші кезең тарихи оқиғаларға: Қазақстанға халықтар күштеп депортациялау, екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында және соғыс жылдарында Қазақстанға жер аударылған корей, шешен, ингуш, түрік, болгар, қырым татарлар және басқа да халықтар болды. Себебі осындай көптеген ұлттардың Қазақстанға депортациялану себебі екінші дүниежүзілік соғыс кезінде гитлерлік әскермен режимге жәрдемдесті деген сылтау болды. Мысалға айта кететін нәрсе, КСР-ның 1937 жылғы 21 тамыздағы қаулысында қиыр шығыс кәрістерінің қоныстарын аудару өлкеге жапон тыңшыларын енгізбеу мақсатында жүргізіліп, сонымен қатар жапон тыңшылары деген желеумен жер аударылып, сенімсіз халық деп саналды. Екінші кезеңге тоқталатын болсақ, соғыс кезінде тылда еңбек ету үшін халықты әдейілеп соғыс аудару, еңбек армиясына еріксіз еңбек ету және басқа да айла тәсілдер қолданды. Себебі соғыс кезінде еңбек армиясы болмаса да арзан және міндетті еңбек күші ретінде жер ауып келгендер, басқа да осы сияқты адамдармен қатар бұрынғыша халық шаруашылығына мобилизациямен тартылатын болды. Үшінші кезең: Қазақстанда 1954-1960 жылдары 25,5 миллион гектар тың және тыңайған жерлер жыртылды. Соның 17 миллионы Қостанай, Целинград, Солтүстік Қазақстан, Павлодар және Көкшетау облыстарының аумағы болды.
егеру науқаны еліміздің басқа да аумақтарына еріктілер ағыла бастады. Олардың саны 2 миллионнан асты. Салдарына барлығына ортақ бір салдар жазсаңыздар болады. Бұл жерде Қазақстан көп ұлтты мемлекетке айналды. Өз елінде 1969 жылғы санақта 29% ғана құрады. Ұлттық тіл, дәстүр, менталитет жойыла бастады. Ұлттық мектептер жабылды. Қазақ тілінде ақпарат алу көзі әлсіреді. Осылай екінші тапсырма бойынша толтырып жазсаңыздар болады. Сонымен қатар басқа да ақпарат көздерін қосып жазсаңыздар болады. Оқушылар, бізге берілген үшінші тапсырма Қазақстан Республикасы көші-қон саясатының 2017-2021 жылдарға арналған тұжырымдамасына сүйене отырып, көші-қон саясатының негізгі бағыттарын түсіндіріп, мысал келтіруіміз керек. Бізге бұл жерде 3 бағыт берілген. Біріншісі сыртқы көші-қон процесін басқару, екінші этникалық қазақтардың тарихи отанына оралуы, үшінші ішкі көші-қон процестерінің реттелуі. Осы 3 бағытқа тоқталып, мысал келтіріп жазуларыңыз қажет. Енді бұл жерде бірінші бағытқа тоқталатын болсақ, бұл жерде бірінші бағыт сыртқы көші-қон процесін басқару дегеніміз. Яғни шетелдік мамандарды тарту, Қазақстанға жұмыс істеуге келген адамдарды орналастыру. Мысалға, жақсы маман кадрларды маман тапшы аймақтарға жұмысқа орналастыру. Екінші бағыт бойынша бұл этникалық қазақтардың тарихи отанына оралуы. Қытайда, Моңғолияда, Ресейде тұратын қазақтардың елге оралуына байланысты мәселелер. Мысалы, отанына оралған азаматтарға мемлекет тарапынан жақсы қолдаулар көрсетілуі қажет. Үшінші бағыт бізде бұл ішкі көші-қон процесінің реттелуі. Бұл Қазақстанның өз ішіндегі көші-қон мәселелері жатады. Мысалға, серпін бағдарламасы арқылы аз қоныстанған аймақтардағы жұмыс күшінің жетіспеушілігін жою үшін тығыз қоныстанған аймақтардан адамдарды қоныстандыру. Міне оқушылар, үшінші тапсырма бойынша осылай жазсаңыздар болады. Сонымен қатар өздеріңізде қосымша мәліметтерді қосып жазуға болады. Оқушылар, бізге берілген ендігі тапсырма, 4-ші тапсырма, берілген ақпараттарды сонымен қатар өз біліміңізді қолданып, ұлтаралық және конфессияаралық келісімнің қазақстандық үлгісін бағалауымыз керек еді. Бізге бұл жерде ақпарат берілген, Қазақстан Республикасының принциптері туралы, сонымен қатар Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың баршамызға арналған еңбектері берілген. Соларды пайдалана отырып, сонымен қатар өз білімімізді қолдана отырып, астына берілген кестені толтыруымыз қажет еді. Яғни бұл жерде бірінші бағанға тоқталып өтейік, саясаттың артықшылықтары. Бұл жерде 3 артықшылығын жазған: қоғамдық татулық пен саяси тұрақтылық, екінші біртұтас ұлттық қалыптастыру, үшінші жалпы ұлттық патриотизмді қалыптастыру. Енді кемшіліктеріне тоқталатын болсақ, бұл қоғамда демократияның белгісі оппозицияның әлсіздігі, екінші қазақ ұлтының басқа ұлттармен бірігіп кетуі, ұлттық келбеттің жойылуы, үшінші сыбайлас жемқорлықтың кең қанат жаюы. Осы саяси кемшілік пен артықшылықтарды қорыта айтқанда, жалпы мемлекеттің ұстанған бағыты мен саясаты өте дұрыс. Алайда заңның шынайы үстемдігін орнату әлі де көп күш жұмсауды қажет ететіні белгілі болып тұр. Осылайша өздеріңіз осы 4-ші тапсырма бойынша жазсаңыздар болады. Сонымен қатар өздеріңіздің білімдеріңізді қолданып, тағы да қосымша ақпараттарды жазуға болады. Ал бізге берілген соңғы 5-ші тапсырма Қазақстан Халқы Ассамблеясының рөлін сипаттап ойды жалғастыруымыз керек. Бірінші, халық бірлігін нығайту. Қазақстандық қоғамның негіз қалаушы құндылықтары бойынша қоғамдық келісімді қолдау және дамытуда көптеген шаралар жүзеге асырылуда. Әртүрлі жалпы ұлттық мерекелердің болуы, ұлттық мәдени орталықтардың жұмысы, достық үйлері белсенді жұмыс атқаруда. Әрбір ұлттың ұлттық мерекелерін атап өтілу үшін де жақсы жағдайлар қарастырылуда. Екінші, мемлекеттік органдарға экстремизм мен радикализм көріністеріне қарсы әрекет етуде. Яғни, жат діни ағымдардың енуіне жол бермеуді үндейді. Сонымен қатар әлемдік діндердің съезін өткізуге көптеген жәрдемдерін тигізуде.
Міне оқушылар 5-ші тапсырма бойынша осылай жазсаңыздар болады. Сонымен қатар тағы да өз ойларыңызды қосып жаза берсеңіздер артықтық етпейді. Оқушылар, міне осымен бізге берілген 90 жиынтық бақылаудың талдау жасап, бәрін орындап шықтық деген ойдамын. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза беріңіздер, міндетті түрде жауап беремін. Сонымен қатар каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең басты каналға тіркеле кетеміз, себебі келесі ТЖБ, БЖБ тапсырмаларды жіберіп алмау үшін. Осымен оқушылар, бүгінгі тапсырмамыз аяқталды. Сау болыңыздар.